Қайырлы күн. ақш конгресінен 1 минут. Жаңа ғана Дональд Трамп тағы да жеңіске жетті. 218-214 есебімен небәрі 4 ұпайлық дауыс айырмашылығымен The Big Beautiful Bill ауқымды әрі әдемі бюджеттік заң жобасы қабылданды. Құжатқа мұндай атау Дональд Трамптың өзі берген. Ауқымды екені рас, 940 бет, бірақ қаншалықты әдемі. Конгрессмендер Капитол ғимаратында қонып жатып, таласып, тармасып, әрең дегенде қабылдаған. Демократтар түгел қарсы болды, республикашылдар 2 адамнан басқа түгел қолдады. Әдемілігіне де қандай артықшылығы бар? Кәсіпкерлерге қолдау, қорғаныс, шекара қауіпсіздігі саласына басымдық берілмек. Сондай-ақ заңнаманы көрсем көзім шықсын дегендер де бар. Себебі заң жобасы ақштың мемлекеттік қарызын алдағы 10 жылда $3 триллион арттырып жібермек. Әлеуметтік аз қамтылған топтарға медициналық сақтандыру, азық-түлік бойынша көмек қысқарады деді. Трамп олай емес, біз тек алаяқтық бойынша алып отырған миллиондаған адамға ғана шүйлігіміз деді, бірақ неге ол миллионға жетіп кеткен? Тағы да Байден кінәлі. Жасыл энергетика бойынша да жеңілдіктерді алып тастаймыз деді. Сол себепті де Илон Маск Дональд Трамппен енді дос емес, тіпті заң қабылданса өзім бөлек партия ашамын деп отыр. Қызықтың көкесі меніңше сол кезде болады. Біздің парақшаға жазылып, ақш жаңалықтарына қанық бол.